Сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 42-ші бетіндегі Unit Review Vocabulary Revision-ды тақылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі сенің ағылшын тілінен 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады. Humans kill seals for their fur. Яғни адамдар өлтіреді итбалықтарды олардың терісі үшін деген. Kill дегеніміз өлтіру, die деген өлу. Сондықтан біз kill'ды таңдаймыз. 2. Crocodiles eat meat, яғни крокодилдер жейді етті. Біз айта алмаймыз, крокодилдер тамақтандырады етті деп, біз крокодилдер жейді етті болады. 3. Falcons hide in trees, яғни falcons деген сұңқарлар тығылады ағаштарда. Ал build дегеніміз ол соғу болмай, сондықтан hide болады. 4-ке кеттік. Rabbits dig holes in the ground, яғни қояндар қазады інді жерде дейді. 4-те dig болады. 5-те. Female elephants protect their babies, яғни ұрғашы пілдер қорғайды олардың балаларын болады. 6. Birds touch fish in rivers, яғни аюлар ұстайды балықты өзендерден болады. 7-де fly болады. Wolves don't fly, яғни киттер жүзбейді. 8-де some snakes can climb trees, кейбір мысықтар өрмелей алады. Кейбір жыландар өрмелей алады ағашқа дейді. Енді екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады. Complete the text in the words in the box, яғни мына сөздерді қораптағы сөздермен толықтыруымыз қажет. 2-де бастадық. Polar bears are becoming extinct. Why? Яғни ақ аюлар жойылып бара жатыр. Неге? Human pollution is changing the climate. Яғни адамдардың ластауы климатты өзгертіп жатыр. Polar bears live on the ice in the Arctic, яғни олар өмір сүреді мұзда, Арктикада. But the ice is melting and their habitat is getting smaller. Бірақ мұз еріп жатыр және де олардың среда обитаниясы кішірейіп жатыр. Every year it gets more difficult for the birds to hunt. Яғни әр жыл сайын оларды аулау қиындап жатыр. 2 seals. Polar bears can swim, but they can't live in the sea. Олар жүзе алады, бірақ теңізде өмір сүре алмайды дейді. Енді үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада біз present continuous'ын дұрыс формасын жасауымыз қажет. Бірінші тапсырмада he is catching fish for the dinner, яғни ол ұстап жатыр балықты кешкі асқа. 2. We are studying the climate. Біз оқып жатырмыз климатты. Those crocodiles aren't sleeping. Мына крокодилдер ұйықтап жатырған жоқ. Ана крокодилдер ұйықтап жатқан жоқ. 4. I am watching TV programs about polar bears. Мен көріп жатырмын программаны ақ аюлар туралы. 5. They aren't do their homework. Олар орындап жатқан жоқ, олардың үй тапсырмасын. 6. She is writing a book about wolves. Ол кітап жазып жатыр киттер туралы. 7. You aren't listening to me. Сен мені тыңдап жатырған жоқсың. 4-ші тапсырмаға келдік, балалар. 4-ші тапсырма өте оңай. Question формасын және қысқа жауабын жазуымыз керек. Мына берілген сөйлемдердің. Яғни жауабында птичка тұрса болымды болады, егерде X тұрса болымсыз болу керек. Бастадық. Is the climate changing? Yes, it is. Яғни климат өзгеріп жатыр ма? Я, дәл солай. Are tigers becoming extinct? Yes, they are. Тигрлер жойылып жатыр ма? Я, солай. Are we talking to Billy? Сен Билиге сөйлеп жатырсың ба? No, I'm not. Жоқ, сөйлеп жатқан жоқпын. Is that female bear protecting her baby? Yes, she is. Ұрғашы аюлар балаларын қорғайды ма? Иә, дәл солай. Are we learning new vocabulary? Yes, we are. Біз жаңа vocabulary сөзді үйреніп жатырмыз ба? Иә, дәл солай. Are your friends running in the park now? No, they aren't. Сенің достарың қазір паркте жүгіріп жатыр ма? Жоқ, олай емес. Is Jack looking for his book? Jack өзінің кітабын қарап іздеп жатыр ма? Yes, no, he isn't. Жоқ, ол іздеп жатырған жоқ дейді. Енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада өте оңай тапсырма. Жай ғана жерден жасауымыз керек. Present simple мен present continuous'ты. Бірде watch болады. Яғни we
watch TV every day. Біз әр күн сайын теледидар көреміз. Мына жерде watch болды, себебі every day болып тұр. Екіде we are watching a good documentary now. Біз қазір көріп жатырмыз жақсы документальный фильм. Көріп жатырғандықтан, яғни қазір болғандықтан are watching болады. Екіде I swim in the sea every year. Яғни мен әр жыл сайын жүземін теңізде. Oh no, the shark is swimming towards us. Яғни о жоқ деп дәл қазіргі болып жатқандығын көрсетіп жатыр, сондықтан is swimming болады. Үшіншіде he eats болады бірде. He eats in restaurant at the moment. Яғни ол he is eating болады at the moment болғандықтан, иә балалар, ол қазір ресторанда тамақ жеп жатыр. Екіде he usually eats, ол әдетте тамақ жейді at home. Яғни usually ол present simple көмекші сөз, сондықтан eats болады. Төртте бірде humans sometimes hunt animals false болады. Sometimes яғни кейде болғандықтан hunt болады, present simple болады. Ал look, яғни қазіргі сәтте қарашы, ана ер адамдар are hunting, яғни аулап жатыр. Baby seals бала итбалықтарды дейді. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада өте оңай, мына диалогты толықтыруымыз қажет. Бірде what are you doing болады, екіде I'm reading болады, үште a good time болады, төртте every day болады, бесте it sounds like болады, алтыда it looks like болады, жетіде maybe it's болады. Ал енді 7-шы тапсырмада бірде mark болады, екіде the park болады, үште music болады, төртте fantastic болады, бесте gold болады, алтыда five болады. Егер сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кетіңдер. Goodbye, have a nice day.